Ne oldu titreler? Ne koyattındır? Ne oldu? Seni arayıcı çakırıvatır. Hayırı? Ana bir men baramiz mi? Men ana bir adamni o'ldirib tashlabdi. Bassiz yerda yotib, so'qqa borib qaytdi. Kan mana. Marat o'ldiribsan ba? Bilmayman o'ljag'in. Acham birov o'lib yotib, bosh yerda yotar. Sonra aniqlab qaytdi. Mahmunda zaten шығатын шығарсың неден. Ой, қонақтарын күттірген ғой мені. Так, не болып кеткен? Так. Хей, бәргісіп достар, сен бірге вайтыры так достар, бүгінгі видеода біз деген. Короче, ма детелдер, ана мед, ана жерде меттің үйінде жерде біреудің басы жатыр дейді. Соны көріп қайтатын боламыз, бірақ сыр мынандай болып қалды, бұны өзім кейін жөндеймін. Өткені достар, мен ана бір мод тапыстадым. Короче, енді бастайық па. Так. Короче, детейлер деген толып кетті ғой. Короче, бұны қазір анықтау керек еді. Меттің үйіне бар қайдақ. Так, немене. Немене? Адам басы қандар. Немене, ева. Қан. Мет осы жерден лақтырып жүрген ба? Сындырын итеріп, жүгіріп лақтырып жүрген ба? Немене? Ебайт. Мынау деген түрлі ғыны қан. Кеше қан баспаймын мен. Бірақ бас қойдым. Бас қойдым ғой қанды. Дәгеннен анықтау керек қой бізге. Сын алып тастайықшы, вообще-то. Қандардың бәрін алып тастайық. Қандарын тазалап алу керек бізге. Так, қандарды алып тастайық. Так, жөндеп істеу керек еді бізге. Болмай жатыр. Тоқтат, жөндеп істейік. Так, жөндеп істейік. Мына қандың бәрін алып тастайық та, осыны анықтау керек бізге. Немене анау? Бұны ана мет деген қаншер болып шықты ма не? Мет қаншер деген бірінші рет естіп тұрмай. Болмайды ғой, мет қаншер болмаған ол. Ол жай ғана ауылдың бастығы тұғын. Немене ол? Ана кім басы еді анау? Қалдық қой. Ана тоқта анықтаймыз ғой. Ана мақсаттың басына ұқсайды. Мақсаттың басына ұқсайды. Так, немене бұл тұра берсін әзірше. Үйін ішін көріп қойдақшы. Тоқта, шалына қалдық қой. Есік ашық бекен. Ашсаңшы. Кім бар үйде? Тоқта. Аштық. Так, үйінде ештеңе жоқ. Нашеттерде қандар ма? Немене ау? Нашеттен қан бар болуы мүмкін. Деп көрейікші да. Қан дәл астында. Байтты қан басып кетіпті мен. Қандарды тазалап алу керек. Миттар көріп тұрмай тұрғанда. Сосын мұнаны метті тауып алу керек бізге. Тоқта мен метке көмектесем деп ойламай қойын. Так, метке көмектеспеймін мен. Метті іздеп
сотқа беремін мен. Неменен ол? Так. Кафемде не болып отыр екен? Кафемді көріп қайтайын да. Кафеге ремонт жасау керек еді негізі. Кафеге ремонт. Кафеде адам жоқ. Бұл кафеге. Біз бұл кафеге адам шақырған жоқпыз. Бұл кафе екенін білмейді. Үйде ойлайтын шығар. Достар, бірақ қазір біз кафе ойлайтын жағдайда емеспіз. Бізге мед тауып алу керек. Мед қаяқтасың? Тоқта, үстін секіріп кетейік. Нұрдостың үйін көріп қайтайық та бір. Нұрдостың үйінде тығылып жатқан жоқ. О, бір жерде тығылып жатыр ол. Так. Мен қамап тастаймын бір рет көрген кезде. Достар, метті іздеп болғасын. Короче, метті іздеп тауып алайын, сосын видеоны түсірем, айтпесе видео ұзақ болып кетеді. Короче, не ғой? Мен метті тауып алайын, сосын хабарласамыз. Айбай. Кездесеміз деген ғой. Мет. Достар, короче, метті ұстап алдық. Міне мет деген осы бір бала. Міне. Ауылдың бастығы не істеп жүрсіңіз және? Мен намыс деген жоқ қой. Сенің үйіңнің қасында бір адам бас жатыр ғой. Шынымен намыс деген жоқ мен. Енді кім істеді оны? Мойындай салса, кім? Мет, мойындай сал. Айтпаса сені жібермеймін. Мақұл, мен істедім, бірақ милицияларға айтпай-ақ қойшы. Милициялар несі? Ауылдың жителдері естіп алды ғой. Оны кім айтып жүрсе ма? Жоқ, мен сол жителдерден естідім. Оны короче, милицияларға айтпай-ақ қоя. Қаяқтың милициялары? Қаяқта милициялар жоқ. Жақында саламыз милициялардың бөлмешесін. Сені мен бір жылдан кейін босатам. Ұқтың ба? Жоқ, мені кешірші. Файтер кезет, кешірші мен, пожалуйста. Сен мен кешірсем, адам өлтірмейсің ба ендігіде? Жоқ, адам енді өлтірмеймін. Енді мен қаншер емеспін. Просто өзі жаныма тиіп кетті ана. Мен қарызымды бермеген ғой. Қарызы 30 мың теңге. Сол 30 мың теңгені бермеді маған. Сосын мен оның басын кесіп тастадым да далаға лақтырып жібердім. Ал денесі болса көміп тастадым. Денесі қаяқта тұр? Ана таулардың арасында. Барам, сол барып денесі жатсағаны сені босатам, ұқтың ба? Иә, болды. Қаш кетпе, ешқандай шетелдерден көмек сұрама, ұқтың ба? Иә, болды, братан. Тез барып кеш. Мақұл, давай. Қаш кетпе, я ма? Бопты, иә, баршыз. Мақұл. Так. Ана таулар жақта деді. Ойбай, жүрілмей қалған емес. Так. Қай тауларда екен, что-то таппай жатыр ғой. Ана тауларды көріп қайтайықшы. Сол жақтарда деп айтқан тұғым. Так. Осы шеттерден іздеу керек енді. Так, мына шетте тұрған осы жерлерді көру керек. Былай алады. Оны тас. Қайтайықшы. Осы шетке көмген екен ғой енді. Мақсат. Бұл мақсат деген өзі де жаман адам. Бір жаман ойындар ойнайды.
короче жақсы болды ғой болса негізі ауылдың балдарына тиіседі. Жақсы болды ғой дегенде кешір Мақсат, сен өзің ананың қарызын қайтармағасың. Мен сені әдейі күліп атқан жоқпын, ештеңе істеп атқан жоқпын. Мен сені ана өлтірген, сау бол Мақсат. Сен тиісе бересің, өз жазаңды алдың деген ойдамын, сау бол. Так енді өзіміздің ауылға барайықшы. Өзіміздің ауылына отыр. Так. Енді бұл сияқты. Алди мет қаяқта, мет осы таяқта. Так, сондай бір сияқты, не таяқ темір ма. Мет, сен шын айтыпсың ғой. Ана негізі өлтіргенің жақсы болыпты. Неғып? Өйткені анау ауылдың балдарына тиіседі, жаман ойындар ойнайды. Арамлықпен жүреді. Жаман ойын ойнайды дегенде ол да арамлықпен ойнайды, карта ойнайды, сондай ғой. Сенен картадан ақша сұраған ол? Жоқ, менен ол сен бүйтіп сұраған. Маған нан алуға ақша жоқ болып тұр. 30 мың теңге бірінші қайтарып берем деген. Сол ма? Жоқ, ол карта ойнаған, соны тіккенде атылып қалған. Сосын ол саған төлемей жүр, нан алмаған ол. Бақылауда тез босатты. Ендігіде адамды өлтіретін кезде маған айт. Өлтірме, жалпы өлтірмей қой ешкімді. Тек ана Мақсат қана өлді ғой. Енді ол өлді енді. Сен өлтірдің мен емес. Енді короче Мақсат біттің ғой. Мет, короче шем, босатам сен. Бірақ ендігіде адам өлтірмей ақсын ба? Я. Қарызың төлемей атса, короче, маған айт. Өзім төлеткізем, ма? Бірақ ешқандай адам өлтірмей енді қайталанбасын. Ұқтың ба? Я, болды, братан. Енді баршы, қайтасын ба үйіңе? Давай, мет, қайталама. Енді қайталама, бар. Мына торларды аптысақшы. Так. Мет деген жаман бала емес сияқты да ол. Ол кімнен тәрбие көрген, ата-анасынан көрген немесе. Бірақ Метті не деді ғой, жетімдер үйінде өскен деді. Бірақ ол қалай осы ауылдың әкімі болып жүр? Так. Сынзып сесайық. Короче, енді ана үйлерге бар қайтайықшы. Короче, мынаны апстай салу керек, негізі бұл керек емес осы. Мет үйіне кіріп кеткен жер. Так, достар, енді кешіріңіздер, мен өлім туралы видео түсірдім. Жалпы бұл, короче, маған ана Айшуақпен дейлейін бар емес па? Сондай идея қосты сол екеуі. Короче, сосын мен солардың айтқандарын түсіргендерін түсірем деп шештім. Достар, көшіріп жатыр, анау-мынау деп айтпаңыздар. Короче, не мынау? Сынбайды ғой мынау. Жаным келеді осындай майдан астерге. Так, енді достар, бүгінгі видео аяқталды. Ұйқыңда келіп кетті. Сіздермен бірге болған Fighter KZ. Бүгінгі видео қызық болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.